Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің номер 4 жалпы білім беретін мектебінің физика пәні мұғалімі Каленова Зарина Жайлаубаевна. 8 сынып физика. Тарау жылу құбылыстары. Тақырып температура, температураны өлшеу әдістері, температура шкалалары. Сабақты Мұзафар Әлімбаевтан мына сөзімен бастағым келіп отыр. Білім қымбат қазына, қанағат тұтпа азына. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты. Температураны өлшеуді жылулық ұлғаю негізінде сипаттау. Температураны әртүрлі шкала, Кельвин, Цельсий бойынша өрнектеу. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақты Word2Well платформасы арқылы пысықтап алайық. Температура дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама. Дене температурасының мәнін термометрмен өлшеуге болады. Термометр дегеніміз не? Дененің немесе қоршаған ортаның температурасын өлшеуге арналған аспап. Грек тілінен аударғанда термо жылу, метрео өлшеймін дегенді білдіреді. Екіде бір суретке назар аударсаңыздар, термометрдің екі түрі көрсетілген. А. Медициналық және күнделікті өмірде мектепте көріп жүрген тұрмыстық термометр. Термометрмен жұмыс жасағанда келесін білу қажет. Термометр әрқашанда өзінің температурасын көрсетеді. Сондықтан температураны өлшегенде термометрді денеге түйістіріп, жылулық тепе-теңдік орнағанша ұстап тұру керек. Суретке назар аударсаңыздар, термометрдің түрлері өте көп. Жаңағы айтқандай медициналық, механикалық, электрлік, электронды және газ термометрі және пандемияға байланысты біз танысқан пирометр. Температура шкалалары. Температураның негізгі 3 шкаласы бар. Цельсий, Кельвин, Фаренгейт. Егер Цельсий шкаласын қолданатын болсақ, температураны кішкентай т әріпімен таңбалаймыз. Өлшем бірлігі градус Цельсий. Кельвин шкаласын қолданатын болсақ, температура үлкен т әріпімен таңбаланады. Өлшем бірлігі Кельвин. Ал егер Фаренгейт шкаласын қолданатын болсақ, үлкен т индексіне F деп таңбаланады. Суретке назар аударатын болсақ, мұздың балқу температурасы 0 Цельсий градус. Ал Кельвин бойынша 273 Кельвинге тең. Ал Фаренгейт бойынша 32 Фаренгейтке тең. Осы шкала арасындағы байланысты ескере отырып формуласын алуға болады. Кельвин шкаласынан Цельсий шкаласына аудару үшін үлкен т-дан 273-ті азайтамыз. Ал керісінше Цельсий шкаласынан Кельвин шкаласына аудару үшін кішкентай т-ді қосамыз 273. Ал Цельсий шкаласынан Фаренгейт шкаласына өту үшін Цельсий шкаласын 1,8-ге көбейтеміз және оған 32-ні қосамыз. Ескеретін жайт, Кельвин шкаласы бойынша минус температура жоқ. Ал Цельсий, Фаренгейт бойынша бар. Сондықтан 0 Кельвин ол бізде абсолютті 0 температура. Яғни ол минус 273 градус Цельсийге тең. Яғни табиғатта мұндай температураны жоқтың қасы деп айтуға болады. Кельвин, Фаренгейт
және Цельсий шкаласы арасындағы байланыс келесі суретте нақты көрсетілген. Судың қайнау температурасы 100 градус Цельсий. Ол 212 Фаренгейтке және 373 Кельвинге тең болады. Ал мұздың балқу температурасы 0 градус Цельсий. Ол 32 Фаренгейтке және 273 Кельвинге тең болады. Суретте мектепте бар температура өлшейтін паз қосымсыз датчиктері көрсетілген. SparkView қосымшасы мәліметтерді жинау және көрсету үшін қолданылатын мобильді қосымша. Датчиктермен жұмыс жасау үшін қосымшаға Bluetooth арқылы паз-код датчиктерін жалғаймыз. Назарды бейне материалға аударсаңыздар. Жаттығу 1. Бірінші есеп. -20 градус Цельсий, 37 градус Цельсий температура мәндерін Кельвинге ауыстырыңдар. Берілген жазғылайық. Кішкентай Т тең болады -20 градус Цельсий. Формуласы әрине үлкен Т тең болады кішкентай Т қосылған 273, өлшем бірлігі Кельвинмен болады. Сандық мәнін орнына қоятын болсақ, жауабы 253 Кельвинге тең. Келесі кішкентай Т тең болады 37 градус Цельсий. Формуласы дәл сондай. Сандық мәнін орнына қоятын болсақ, жауабы 310 Кельвинге тең. Екінші есеп. 300 Кельвин, 100 Кельвин, 673 Кельвин температура мәндерін Цельсий бойынша градусқа аударыңдар. Дәл солай берілген жазып аламыз. Үлкен Т тең болады 300. Формуласы кішкентай Т тең болады үлкен Т азайтамыз 273, өлшем бірлігі градус Цельсиймен. Сандық мәнін орнына қоятын болсақ 27 градус Цельсий. Келесі берілгені үлкен Т тең болады 673 Кельвин, табу керек кішкентай Т. Формуласы дәл сондай. Сандық мәнін орнына қоятын болсақ 400 градус Цельсийді береді. Үшінші есеп. 40 градус температура мәнін Фаренгейт шкаласына айналдырыңдар. Берілгені кішкентай Т 40 градус Цельсий. Формуласын жазатын болсақ, Т индексінде F тең болады 32 қосамыз 1,8 көбейтеміз Т. Сандық мәнін орнына қоятын болсақ, 104 Фаренгейтке тең болады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақты бекіту мақсатында келесі QR кодты сканерлеу арқылы сұраққа жауап берейік.
Ал ендеше оқушылар, сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ал енді келесі QR кодты сканерлеу арқылы өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Үй жұмысына жаттығу 1, бірінші, екінші, үшінші, төртінші есепті шығарыңыздар.